батырларын көріп отырмыз. Басында бізде железный человек болды Асхат. Одан кейін барып Американың полицей болды Индира. Одан кейін Абай, енді ол қай жердің батыр екен білмеймін. Бұл енді міне сәкең қазақтың батыры болып шығып тұр. Қошемет көрсіп қойсаңыздар, қазақ елінің батыры болып. Мына жерде енді бар ғой, шіркін-ай, бір бояп қойғандай түріңізді бар ғой. Бәрі патцвет болып тұр ғой, былай бар ғой бәрі. Патцвет, бір обычный, бір ақ, бір кішкене бар, жоқ, бәрі патцвет енді бар ғой. Сәке, сауыңыз қалай, қош келдіңіз. Армысыздар. Жалпы қазақтар дала кезіп жүрген ғой. Ай, солар ақ болмаған шығар. Ешқайсысы батырдың городской жоқ қой дейсің ғой. Барлығы дала кезіп, осы қазақтың елін қорғағанда ешқайсысы ақ болмаған шығар деп. Міне шынымен де сіз енді дала кезсеңіз қандай болып кетер екенсіз деймін да кей кезде. Микрофон сұрап отыр ғой. Міне тұр микрофон аға. Үлкен кісі ғой, білмейді қайтсын енді. Сәке, жаңағы сөзіңіз. О заманның батырлары микрофон ұстамаған ғой. Таза батыр болып тұрсың ғой кәдімгі, 18 ғасырдан келгендей, давай. Жалпы енді ол батыр деген ол кезде жел қаққан ғой. Сол рөлға әдейі өсіп қарайып келдім. Әдейі, алдын ала айтып, төбесіне шығып, форточканы ашық қойып, басып шығарып рөлді ойнайтынды біліп о бастан осы дайындалып жүрген. Сол күнге бір жеттім-ау десеңізші. Шүкір. Енді сахна ашылады, сол жерде де сөз тауып, сол жерде де дайындалған шығарсыз деп ойлаймын. Көрейік. Айттым, бүгін бәрі спокойный шетінен бір ғой. Я деп тұрған жоқ ешқайсысы. Көрейік, енді болатын бұйырғанын көрейік. Біз де көрейік ағайын. Сахна ашылсын, сахнада Саят Медеуов. Бүгін Ақындар алдымен тақырыпты анықтап алайық. шалқа. Сонымен Coca-Cola классикалық және Coca-Cola қантсыз. Сендер FIFA футболдан әлем чемпионатына қатысу үшін таңдалдыңдар. Сендерге бәрі құмар бол, сүйеді, төгіп алуы, жерге тастауы мүмкін. Бірақ та құмарлық деген осы ғой. Бізді жанды бетін сол. Ұтылудың ащы дәмін басып, жеңістің дәмін арттыра аласыңдар. Бүкіл әлемге сақадай сай екендер көрсетіңдер. Іске сәт. Шашым күшті болу үшін. Қай жаққа барайын? Мен енді бармайын ба әскерге? Бармайсың? Кетші бар бар. Сен қотырсын білесің ба? Болмайды саған баруға. Бар дегенсің, барсайшы. Барсайшы бар бар. Баршы бар. Сендерден жұқты сол қотыр. Кетші Сендерің қотырсыңдар. Көрсетем саған қотырды. Қайдан біліп қалған ол? Так, Саят Медеуов деген кім? Бар ма? Саят? Қай жаққа барайын? Аяқ қойыңыз. Мен ғой шақырып. Есіктен қылыш ойнап алып шығып кеткенсің ба? Баяғыдан қалып қойған адам ба бірдеме ғой? Так, оқы. Психсіз ба? Психолог. Психологсыз ба? Так. Ол заманда псих деген болмап еді? Әскерге баратын ниетің бар ма? Бар. Бар. Дайын жүрген сияқтысың былай? Шүкір. Так. Не киіп алғансың үстіңе? Не мынау? Не істеп жүрсің? Или психически нездоров деп жазып жіберейін бе? Ол справка өзіңізге керек болмаса, маған да керек емес. Не істеймін мынаны? Сен қалай сөйлесесің? Қазақша. Сендейлер армияға жіберіп қою керек қой. Армияға жіберу керек қой бұларды. Әдей кет. Армияға барасың, соғысқа баратын жоқсың, не мына үстіне киім? Бұл қазақтың батырының киімі көрмеген баласындар осы. Әдей бармайын деп жаңағы. Батыр көрмеген ғой бұлар. Ода нең бар? Психологиялық бір қиындықтар көрген жоқсың ба? Жоқ, сіздерден көріп тұр. Мен қой екен. Сен өмір өйстесің ғой? Ондайлар армияға керек қой. Мына ше психолог ауыстыру керек бір. Ауыстыру керек болсын. Бір-екі психологиялық сұрақтар қояйын. Қой. Так, бір қап күріште неше күріш бар? Бір қап күріште неше күріш бар? Сана. Пісіріп көрмегеннен кейін білмейді екем. Бір қап күріште бір қап күріш болмай ма? Соған біліп оны білмейді. Біз білеміз, біз күнде естейміз оны. А пунктіне шыққан
поезд Б пунктіне қашан жетеді? Жетеді уақытында жетеді да енді ол. Сағат 8-де. Өзі біледі сосын нешеде жетеді. Жақсы. Адамның бойы шамамен қанша сантиметр? Құдайдың берген да. Шамамен өзіңіз енді біліп отқан шығарсыз. Шамамен ба? Айта алмайды екенмін шамамен. Бала туғанда кіші болып туады, өскеннен кейін өседі. Мүмкін ол биік болуы мүмкін, мүмкін аласа болуы мүмкін. Жақсы. Рахмет. Кете берейін ба? А? Кете берейін ба? Кім? Нұрболхан? Қарашы, не то? Шеш өзі. Басы үшін ақ тұрсын. Кеттік ал. Тері дәрілер дейді. Дәрігері. Шешін. Как раз бұра қару керек еді. Шешін. Мен біреудің шешіндіргеніне үйреніп қалғам. Шешінші болшы, ұялмашы. Өзім шешіне алмайды екем. Батырлар ешқашан... Ұялмашы, шешінші бұл көрім деп тұр, бош. Күнде көріп отыр, қасын шешеміз. Шешінші деймін, жаным, қайт алған, ішінде қандай қойып көлек алған көрейін де шешінші бұл. Аны жақтағы айтып жатсың ба? Адам келіп қалды ма, тасасай телефон. Жаңағы справкаңды біле қабеш? Сосын хабарласам, давай. Жұмыстамын. Жаңағы справкаңды біле қабересің ау. Так, Медеуовса деген кім? Медеуовса деген. Сыр деген мен. Толық аты жөн. Саят. Бұрын соңды тері ауруымен ауырдың ба? Загардан басқа. Ауырдым. Қара ауруымен ауырдым. Қара ауру? Сары ауру емес, қара аурумен ауырдым. Тері ауруы деймін. Енді сол ғой тері ауру, сары болып туылған қарайып кетті. Қара ауру болып. Шешінші көрейік. Қой, оны көрсетемін. Жүр, не хабар? Мен тері дәрігермін. Точно армияға кететін адам ғой. Бәрімізге қарсы шығып отыр ғой. Ойбай. Мынаның беті ғана қарама десем, ойбай. Арқасы да қара екен ғой. Соғышын өмір, өйсі осы. Не ойлап отырсың сен? Мен денесін қарадым, ауру бар ма жоқ па, жара бар ма жоқ па? Мен саған бір деген дедім ба? Не ойлап отырсың деген, я? Осы өзі бір осы өзінің тілінде бірдеме бар, жарама ше? Келгенің бәрі шағып бірдеңе. Денең қышымай ма? Болмаса моншаға барайық деген ма? Лорға баршы. Лорға баршы. Ары қарай. Иә, лорға баршы. Иә. Кімге дейсің? Лор. А мен лорым ба? Енді Лорсың ба енді, лорсың ба енді? Мен бір жыл болды ғой өзім хлормын деп жүрмін. Отыр. Отыр өйіп па? Отыр. Аруч. Территория ғой. Иә. Қандай шағым арыз жоқ па? Арыз жоқ. Не қылшы? Демалшы. Демалма. Демал. Отырмын, жақсы отырмын. Сен бір курортта демалу қадам сияқтысың ғой? Демалсай? Соғыстан келгеннен кейін адам демалады ғой. Деш? Демал. Демалма. Демалмасай, демалсай. Әскердегілер неғып жынданады десем осы екен. Неғыш? Құлағыңа бір өсек айтам, ешкімге айтпа. Ойбай. Құлағыңызға бір-екі сөздер айтам, соны қайталаңыз. Келістік па? 14. Аха. 20. Ал 26 болды. Мен басқа әншілерді көре алмайым. Мен естіп отырмын ғой. Мен естіп отырмын ғой, сен құлағын деп отырған жоқсың ғой сен. Үндемей отыра берсе, бәрін айтатын сөз ғой. Мен естіп отырмын ғой, енді айналайын. Тілге қышытпай отыр жүрсің тіліңде. Енді. Басқа әншілер мен сияқты өлең айта алмайды. Бұған да келсін. Айтады ғой. Сен қайталасай мен айтқам. Қайталау керек пе? Иә, басқа әншілер айта алмайды ау. Сүрмей-ақ қойсаңдар осы сөзді. Саят Медеуов Қазақстандағы номері 1 әнші. Құй. Болмайды. Ең соңғы орындағы әнші Саят Медеуов. Ең соңғы орындағы әнші Саят Медеуов. Халық біледі ғой жүгірін ба? Сен мұныңа мен келіспеймін. Ең соңғы әншісі мен деп болса біздің қазақ жаман болмас. Сен мына сөзің үшін бірден годен. Енді бір-ақ адам қалды сенде. Военком. Содан өтсең әскерге кетесің. Тұрш. Ары қарай бар.
жауынгер медеу берге Кеттік. отан алдындағы пельменің борышыңды ішуге дайынсың ба? Ішуге? Еті болса ішем. Етсіз былай сауатың бар ғой. Отан үшін ішуге болады. Дайынмын. Оң көзің қолмен, Қолмен. қылышпен. Оң нешеу? Біреу. Сол көзді жұмыңыз нешеу? Біреу. Екі көз жұмыңыз? Екі көз бірдей жұмыңыз? Екі көз жұмыңыз. Қараңғы ма? Жоқ, ашық. Қараңғы ма? Бұл менің сен сөйтіп атқан түндерім. Бір ғана не қап? Содан өтсеңіз бұл армияға барасыз. Тұрып, Әкел. жауынгер құсап. Ант шықсып қойды ғой. Алдық. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Саят Медеуов әзілмен жобасының әртістер қатарына кіре отырып, халыққа жақсы көңіл күй сыйлауға ант етемін. Ант етесің. Молодец. Саят Медеуов! Қошемет достар! Саят Медеуов және көңілді тақпырлар алаңының жігіттері. Сәке өте тамаша болды, өте жақсы болды. Саят Медеуов, қошеметтеріңіз нағыз әдем сөздер болды, әдем жауаптар болды. Оның енді әрине біз сұхбат алаңында жалғастырайық. Саят Медеуов!